Барлық көмірсулар циклдық формаға ие. Бүгінгі видеода біз алдында қарастырып өткен глюкозаның тізбекті формасын сақиналы, яғни циклді формаға айналдыру механизмін қарастырып өтеміз. Ең алдымен глюкозаның тізбекті формасын салып алайық. Алдымен көміртек қаңқаны саламыз, одан соң көміртектерді нөмірлейміз, және де көміртекке жалғанған атомдар топтарын орналастырамыз. Бірінші көміртекке сутек пен қос байланыс арқылы байланысқан оттек, екінші көміртекке гидроксил тобы мен сутек, сутек пен гидроксил тобы мен сутек, және бесінші көміртекке гидроксил тобы мен сутек, гидроксил тобы, сутек және сутек атомы жалғанады. Енді мұқият қарайық. Бесінші көміртекке жалғанған гидроксил тобы жасылмен белгіленген альдегид тобына шабуыл жасайды. Осы шабуылдың нәтижесінде қос байланыс үзіледі, және де қос байланыстың орнына пайда болған көміртек пен оттектегі бір-бір бос байланыс орнына жаңа байланыстар түзіледі. Яғни гидроксил тобы құрамындағы оттек көміртекпен байланыс орнатады, ал гидроксил тобы құрамындағы сутек бірінші көміртекке жалғанған оттекпен бірге қосылып, жаңадан гидроксил тобын түзеді. Нәтижесінде бізде келесідей молекула түзіледі. Бірінші көміртекке жаңадан түзілген гидроксил тобы байланысады. Екінші жағынан сутек, және бесінші көміртек бірінші көміртекпен оттек арқылы байланысады да циклды бекітеді. Нәтижесінде үзіліссіз, сақиналы циклды түзіліс пайда болады. Қалған атомдар топтарын орналастырып шығайық. Сутек және гидроксил тобы, сутек, гидроксил тобы, сутек, гидроксил тобы, сутек және сутек атомы. Ендігі кезекте бір нәрсені ескерген жөн. Жоғарыда сипатталып өткен механизм өзгеріссіз болып қала береді. Дегенмен, бесінші көміртекке жалғанған гидроксил тобы альдегид тобын екі әртүрлі жақтан шабуылдай алады. Нәтижесінде екі әртүрлі цикл пайда болады. Бірінші жағдайға тоқталайық. Көміртек қаңқаны салып аламыз. Бірінші жағдайда бесінші көміртекке жалғанған гидроксил тобы альдегид тобын оттек орналасқан жақтан қарама-қарсы жақтан шабуылдайды. Нәтижесінде оттек төмен қарай ығысады, және пайда болған жаңа гидроксил тобы оттектің орналасқан орнымен салыстырғанда төменірек орналасады. Гидроксил тобы астына қарап тұрып байқағандарыңыздай. Көміртек қаңқаны саламыз. Бесінші көміртек бірінші көміртекпен оттек арқылы байланысады және осылайша циклды бекітеді. Молекуланың өзге атом топтарын жазып шығайық. Гидроксил тобы, сутек, гидроксил тобы, сутек. Және бесінші көміртекке бір жағынан оттек, бір жағынан сутек, гидроксил тобы, сутек және сутек жалғанады. Екінші жағдайда көміртек қаңқаны салып алайық. Екінші жағдайда бесінші көміртектегі гидроксил тобы альдегид тобын қос байланыс арқылы байланысқан оттегі жағынан шабуылдайды. Нәтижесінде оттегі төмен қарай емес, жоғары қарай итеріледі. Осылайша гидроксил тобы бірінші көміртектің үстіңгі жағында орналасады. Яғни бастапқы қалыппен салыстырғанда, екінші жағдайда бізде гидроксил тобы мен сутектің орны ауысады. Біз қазір бірінші көміртек жайлы айтып жатырмыз. Яғни бірінші көміртекте бастапқыда оттегі көміртек қаңқаның оң жағында орналасса, цикл құру процесі нәтижесінде оттегі көміртек қаңқаның сол жағында болып шығады. Және оттегі бірінші көміртекті байланыстырып, циклды бекітеді.
Молекуланың өзге атом топтарын жазып шығайық. Сутек гидроксил тобы сутек. 5-ші көміртекке сутек, бір жағынан оттек, және 6-ші көміртекке гидроксил тобы және 2 сутек атомы жалғанады. Ендігі кезекте берілген молекулаларды жазықтықта емес, кеңістікте елестетейік. Көміртектердің тізбегі көміртек қаңқа бір жазықтықта орналасады, яғни барлық көміртектер бір жазықтықта орналасқан. Ал оның оң жақ бетінде орналасқан атом топтары сақина жазықтығының астыңғы беті болып келеді. Және сол жағында орналасқан атом топтары сақина жазықтығының үстіңгі бетінде орналасады. Демек, бірінші жағдайда бірінші көміртекке жалғанған гидроксил тобы сақина жазықтығының астыңғы бетінде орналасқан. Ал екінші жағдайда гидроксил тобы OH сақина жазықтығының үстіңгі бетінде орналасқан. Кеңістікті жазықтық түрінде белгілегенде біз оны оң жақ, сол жақ ретінде ұсынамыз. Бірінші жағдайдағы глюкозаның нұсқасы альфа-глюкоза деп аталады. Ал екінші жағдайда гидроксил тобы жазықтықтың үстінде орналасқан жағдайда бізде молекула бета-глюкоза деп аталады. Берілген альфа және бета-глюкозалар изомерлер деп аталады. Изомер дегеніміз құрамы мен молекулалық массасы бірдей, бірақ физикалық және химиялық қасиеттері әртүрлі болатын қосылыстар. Демек, альфа-глюкозада бізде гидроксил тобы сақина жазықтығының астында орналасады. Ал бета-глюкоза жағдайында гидроксил тобы сақина жазықтығының үстінде орналасады. Гидроксил тобы, қайталап өтейін, ол оттек пен сутектен тұратын функционалдық топ. Берілген глюкозалардың ең танымал циклдық белгіленуін салайық. Ең алдымен көміртек қаңқаны салып аламыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші көміртек. Олар келесідей орналасады. Және де 5-ші көміртекке бір жағынан 6-ші көміртек жалғанады. Ал екінші жағынан оттек жалғанып, ол 1-ші және 5-ші көміртектерді жалғау арқылы циклды бекітеді. Енді әр көміртекке жалғанған атом топтарын орналастырып шығайық. Бұл альфа-глюкоза болғандықтан гидроксил тобы сақина жазықтығының астында орналасады. Яғни гидроксил тобы көміртек атомының астыңғы бетіне бағытталып жалғанады. Демек, көміртектің үстіңгі бетінен бізде сутек атомы жалғанса, екінші көміртекке астыңғы бетінен гидроксил тобы, үстінен сутек, үшінші көміртекке керісінше үстіңгі бетінен гидроксил тобы және астынан сутек, төртінші көміртекке астыңғы бетінен гидроксил тобы, үстінен сутек жалғанады. Ал 5-ші көміртекке астынан сутек, бір жағынан оттек және көміртек, ал 6-шы көміртекке жалғанған атомдарды топтастырып CH2OH түрінде жаза аламыз. Бета-глюкозаның тура осындай циклдық формасын салып өтейік. Ол үшін алдымен көміртек қаңқаны саламыз. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші көміртектер. 5-ші көміртекке үстінен 6-ші көміртек, оң жағынан оттек жалғанады. Және оттек 1-ші көміртекпен жалғанып сақинаны бекітеді. Бета-глюкоза жағдайында гидроксил тобы жазықтықтың үстінде орналасуы қажет. Яғни 1-ші көміртектің үстіңгі бетіне қарап, OH тобы жалғанады. Астыңғы бетінен сутек, 2-ші көміртекке сутек пен гидроксил тобы астында орналасады. 3-ші көміртекке керісінше, 4-ші көміртек қайтадан гидроксил тобы жазықтықтың астында, 5-ші көміртекке астынан сутек және 6-ші көміртекке CH2OH атомдары жалғанады.
Демек, бета-глюкоза мен альфа-глюкозаның жалғыз айырмашылығы бірінші көміртекке жалғанған гидроксил тобының сақина жазықтығына қатысты орналасуы. Осындай шағын айырмашылық функциялар мен қасиеттері әртүрлі үлкен айырмашылыққа алып келеді. Нәтижесінде бізде екі бөлек молекула түзіледі. Бұны келесі ақпарат айқындай түседі. Берілген екі мономердің полимерлері әртүрлі болып келеді. Альфа-глюкозадан бізде крахмал түзіледі. Ал бета-глюкоза полимеризациясы целлюлозаның түзілуіне алып келеді. Ал біз білетіндей целлюлоза мен крахмал функциялары, құрылымы жағынан бөлек әртүрлі молекулалар.